даже не айтарымды білмеймін. Нақты сіздің ренжіңіз? Мен 2 күндік демалыста айтпай ақ қояйын, кешегі сізді шақырдым ғой, дұрыс па? Барлық кездесуге өзім шақырдым негізі ше. Шыны керек. Бұл кісі не хочет или білмеймін бар ғой. Сылтаулары көп. Ернар? Жақсы енді. Сізде ақ бірақ андай қараңызшы енді. Бұл жерде именно сіз екі жауапқа да дайын болып келуіңіз керек. Негізі адам болғаннан кейін кейде сондай бір жағдайлар болып қалады. Бірақ қазір сіз андай бір 2 баламен қалдырып кеткен сияқты бір кейіп танытып отырсыз да, мен соны түсіне алмаймын. Кеше мен сізді 3 сағат күттім далада. Қараңызшы, мен сізді... Ернар, бір минуттан бөлейінші, сөзін бөлейінші. Мысалы, Іңкәр, қош келдіңіз. Сіз сұрап отырсыз ғой, бұл кісі не хочет? Бұл кісі бәліш хочет, понимаете? Бәліш деген нәрсе ғой енді. Енді, басқа мынадан түсінуге болады да, бірден видеодан қараңыздаршы, бірден видеодан білуге болады. Видеоны бүйтіп, Ернар даже сторисіне түсірмейді шыны керек. Жайпай түсіре салған. Ернардың сторисы видеодан әдемі былай қарасан. Сондықтан Ернар енді мынау неді бір емес, екінші үміткер, әбәдем үміткерін ақтамаған енді ұят болды. Мен білетін, біз білетін Ернар ойбой қыздың кәдімгі кереметке тенеп, 8-ші кереметке тенейтін Ернар. Мына жерде сен өте қатты үміткерге бейжай қарап жатырсың. Ернар 6 маусымның менмін дейтін азаматтың бірі, мынау енді ұят тірлік сияқты. Ана қараш, Іңкәр ханым өзінің анасын туған күнін шегеріп тұрып сізді шақырады, сіз тауда жүрсіз. Бірақ тауда жүргенде дөңгелегім жарылды дейсіз, бірақ обычно бұл сіз сторисқа түсіреді, дөңгелек жарылғанын білмейміз. Бір сылтаулардың ақырын шеті келіп жатқан сияқты. Мен сіз түгіл менің көңіл күйімнен андай настроением түсіп кетті мынадан кейін. Енді ол мен проблемаларымды сторисқа самайды екенмін мен. Мен оны өзім шешіп үйренген азаматтың да, мен ол нәрсені самайым. Оны не қылам, мен реа қылып көмек бер деп. Мен оны жеке көмектесетін балаларға айттым. Бауырым қолым тиіп жатса, осы жолда қалып едім, келіп бір көмегіңді көрсетесің ба деген сияқты. Енді Жәкебай андай нәрсе ғой. Мен негізі білмеймін енді, ешқандай адамның алдында идеальный болып жүргім келмейді. Кейде болады да, біз пендеміз, пенде ол кім? Ол қателесушілерден да. Егер мен идеальный болып жүрсем, мен жерде жүрмейтін едім, мен бәлкім көкте болып жүрдім. Мен сол үшінде, мен қателескенім үшінде, мен сол нәрселерден сабақ алып, мен пісем әлі күнге дейін. Ереке, сіз бар ғой, қарындастарыңызға ғана идеальный болып көрінесіз да? Ол кісілерге де мен идеальный болып көрінбеймін. Сіздің көңіліңіз нажақты екен, біз бәріміз білеміз. 4 көз түгел, бәрі біледі. Сіз мына жерден тығырықтан шыға алмай жатырсыз, былай шыға алмайсыз, көрініп тұр ғой енді. Мынау деген үміткерге деген құрметіңіз болмады енді. Ренат. Жоқ, мен тырыспай да жаттым, шығуға. Не үшін шығам ондай нәрседен? Ақталсаң жартылай кінәлісің дейді. Барды бар, жоқты жоқ қылып айтқан дұрыс деп ойлаймын негізі. Саламатса Балауса ханым, әттеген құлпырып тұрсыз. Ернар, мына жерде вообще сені түсініп отқан жоқпыз. Иә, именно незат, именно мен бұндай сенен күткен жоқпын ғой. Именно сенен күтпедім мен. Басқасы былай тұрсын. Уже сен Ернар, андай Ернар деген сайын, сен уже мынандай ұстап алған сияқтысың басыңа. 5 жұлдызды қақ маңдайыңа жабыстырып алған сияқты. Сен айтып жатсың ғой, пендеміз деп. Конечно, бәріміз де пендеміз, бәріміздің де қателігіміз бар. Бірақ сен осыған дейін ана маусымда да, 16-дағы маусымдарда сен ешқандай үміткерді ұнасын, ұнамасын сен ренжітпегенсің. Өйткені неге? Қазіргі таңда сенің өзіңнің басындағы 5 жұлдызың айналып айдалада жүрсің да. Сен қазір сен үміткерді ойлап жүрген жоқсың. Сенің ойың далада жүр да. Сенің ойың далада. Сенің 2 қанатың бар кәбі. Сол жақ қанатың, оң жақ қанатың. Біреуі торт, біреуі блини. Мысалғы деймін да, қарап отырсаң. Тәтті? Сен, отаймын тәтті. Сол тәттің арасында сен шыға алмай жүрген сияқтысың. Мен просто бауырым андай ғой, Ернар, сен өзің білесің, жақсы сөйлейсің. Ернар жақсы, Ернар пікір жақсы айтады деген сайын сен шілей кетіп баратсың. Остановись. Ер өзді айтам. Қазақша айтсаңыз түсінеді. Тоқта деген сөз ғой. Тоқтанабис деп жатыр ғой. Мына жерде былай ғой, Ернар, сен қанша жерден тұрсана, бірақ Іңкәр қарындасымның бұлай ренжітпеуің керек еді негізі. Енді, дұрыс айтасыздар, пікірге қосылам, қарсы келмеймін, бірақ енді 5 жұлдыз деген ол тәкаппарлық деп айтып жатсың ғой сен. Наны, 5 жұлдыз. Бар сенде, 100% бар ол. Жоқ, неге сен онда мен тәкаппар болатынбыз, сен онда 200 адамсың ба? Сен сонда 200 адамсың да, мен сыртта оны айтпайсың да сен. Бауырым, жаным, дөрем, осылардың арасында сен маған ең жақынысың, кеші деп айтасың да маған, эфирға келген кезде бүжай
неге басқа бір жай ол? Мен қара тына Ернар, мен бұны саған не үшін айтып отырмын? Мен оған дейін мен сен бұндай ісіңді көрмедім бауырым. Сен өзің білесің, мен Сіз көрдіңіздер ма? сыртта да, тына Ернар, мен сыртта да мен сенен ақыл сұраймын, өзің білесің, сен менің жасың кіші болса да, өзің білесің, мен жақсы сырласам. Бірақ мен сенің айтып тұрмын ғой. Мынандай әрекетіңді мен бірінші рет көріп тұрмын. Мен сол себепті мен саған айтып тұрмын. Қара енді, сен ағасың ғой, сен үлкен буынсың ғой, сол нәрсені көрдің ба? Егер менің күшті жағымда ғана күшті сөйлеп, барлығына күшті ухаживать етіп жүрген кезде ғана сен менің қасымда болып, осындай бір шалыс басқан кезде мені жерге ұратын болсаң, мені екі выборға қойма, мені никогда таңдама аға. Андай ғой, Мені бауырым деп айтпа. Жақсы, қарым-қатынастарыңызда кейін шешіп Баласыған аласыздар. Мосырайда. Аделя. Саламатсыз ба, үміткер ханым? Іңкәр. Іңкәр, иә? Іңкәр, сізге Ернар мырза вообще көңіл бөлмейді ма сонда? Еркелетіп дегендей, жылы сөздерін айтып. Сізге қалай көңіл бөледі, солай маған бөлмейді. Жоқ, бұл жерде менің қатысым жоқ. Сізге тікелей сұрақ болып тұр, өйтіп көңіл бөлмей ма деген секілді. Солай ойласаңыз, онда жарайды. Жақсы, жай қызығушылық, иә? Неге сұрадыңыз? Себебі Ернар алдынан бері көріп жүрміз да, күшті үміткерлерге видео шығарады дегендей, ухаживать етеді, бірақ енді мынау тірлігі болмады. Біз де байқап жүрміз, көңілін бөлмей жүрген секілді, может басқа қызға бөліп жүр көңілін. Кімге? Білмеймін, өзінен сұрасақ. Өзіме десеңізші, сізге Сіздің ғана көңіл айтқаныңызға бөледі. қарағанда, сіздің күмәніңіз бар. Айтсаңызшы. Иә, күмәнім бар. Иә. Толыққанды көңілін бөлмей жүрген секілді үміткеріне. Себебі өзіңіз айтып отырсыз ғой, басқа қызға көңіл бөліп жүрген сияқты. Кімге? Бәлкім қарындастарына. Қызық екен, өзіңіз айтып, өзіңіз растап отырғаныңыз, сіздің қарындастары дейтін сіз ғой, білесіз ғой, иә? Иә. Сіз және аяулым, яғни сіздерге көңіл көп бөлініп жүргенін сіз байқап жүрсіз. Мен ойладым, үміткеріне екі есе көңіл бөліп жүрген шығар деген секілді. Маған бөлініп жатқан көңілдің өзі аз емес дегеніңіз ғой, Ернар? Білмеймін, неғып бүйсіп айдаспаннан келтіреді, бір зұлмат қыз жересінден түсінбеймін кейде. Ол көңіл деген Баласахан, ол қалай түсінеді бұл кісілер? Сәл бір қолдап жерсең, сәл бір поддержка бергенде, енді шілей басқа біреуге көңіл бөліп жүр ғой деген сияқты нәрсемен. Енді Баласахан, бұл жерде енді менің кінәм сол кезде, мен мойындап отырмын, жігітше мойындаймын. Сол кезде жексенбі күні бұл қызды сәл күттіріп қойғанында. Бірақ соны сәл болсын жуып шаю үшін. Кеше де күттіріп қойдыңыз ғой, 3 сағат сізді күттім ғой.